seni izledim, beri oyunda ümit üzmedim. Ot bop diygenden meni izledim, senin moynunda benim izlerim, senin moynunda benim izlerim. Hayırlı gün. Құрметті көрермендер, көбімізді тағдыры қоспайды, анамыз қосады, әкеміз қосады, немесе алып қашу оқиғасы қосады. Сол ескі әдеттен арылу үшін жастардың өз еркіне беріп, бүгін біз қаламаймын бағдарламасын бастағалы отырмыз. Біздің бағдарламаға хабарласып, біздің қатысушыларды жақсылап қырылыстырған көрерменімізге ерекше арнайы сыйлығымыз бар. Ол менің қолтаңбам қойылған арнайы бакалашканың қақпағы. Және де біздің ерекше бендіміз Мимино бенд. Олай болса бастайық. Баста. Кеше Инстаграм парақшасында қарасам, Ақерке, сені кальян шекті дейме? Темек шекті дейме? Не шеккенің белгісіз? Сол қазақ қызына лайық іс па? Қазақта мақал бар, түтінің түзу үшін дейді. Оның не қатысы бар? Жоқ, менің айтайын дегенім, мен кальян деген дүниені бұрын түсінбейтін едім. Бірақ рет шектім де тоқтаймай қалдым деппін ғой. Мен қазір шегіп жүрген жоқпын, қойып кеткенмін. Ақерке шектің ғой. Инстаграмда көріп қазақтың қызы кальян шегіп отыр. Екі құлағына түтін шығып отыр. Мынау шегіп отыр. Кальян шегіп отыр қазақтың қызы. Шәкен, мен қойып кеткенмін. Тынышталайық. Шеккен жоқпын мен. Шектің. Осы жайында Сабираның айтары бар екен, ал Сабира? Иә, мен айтам да, айтасың ба шындықты айтын әлі. Мысалға мен айтатын болсам бетке айтам. Айтпай қоям. Мен осы алматы шадақ Сабира. Бәрін айтам мен. Сендер атқа міне алмайсыңдар, көкпар тарта алмайсыңдар. Сондықтан сендер әлсізсіңдер. Сендер ерке екенін күнде дәлелдей алмайсыңдар. Өткен сендер сондайсыңдар. Сабира. Үнемі сен жігіттерге айтасың. Еркек емессің дейсің да мысалға. Мен Шәкеннің орында болғанда Сабираның аузына айыр жіберетін едім. Дұрыс па, Шәкен? Шаман келсе айырыз, шаман келмесе қайтып бересің. Шәкен, бүкіл Қазақстанның көзінше, бүкіл елдің көзінше саған еркек емессің дейді. Сен еркек екеніңді қалай дәлелдейсің? Осы сұрақ beğendi. Маша апай ма еді? Маша ханым деңіз. Маша апай, осы сұрақ beğendi, еркек екеніңді қалай дәлелдейсің деген сұрақ beğendi. Қалай дәлелдейін? Не алайын, тыржалаңыз жүгіріп өтейін ба? Сұрақ beğendi осы, еркек екенін қалай дәлелдейсің? Қалай дәлелдейін? Не алайын? Жүгіріп өтейін ба? Сабира, сенікі де дұрыс емес, сенікі пиар ашын. Сабира, еркек екендерің түнде дәлелдей алмайсыңдар, әлсізсіңдер. Сен ба мен сүндетке отырғызған? Шәке, қой деймін саған де. Айырам мен сен Шәкене. Сабира. Шәкен дейм, қайт орныңа. Орныңа қайт. Қойыңдаршы, қорқып жатырмын, қойыңдаршы. Қорықпашы, саған ешкім қарамайды, отыра берші. Пиар, әсей пиар үшін келіп отыр. Шәкен, сен сөйле или мен сөйлейін? Кезекпен сөйлейік. Ақерке, неге көзің ақып деппін ғой? Неге жылап отырсың? Қазақта мақал бар, жыламаған балаға не айтып кеттім мен? Мен шынайы эмоциямен жылап жатырмын, бұл шынайы бағдарлама. Пиар сенде, Ақерке, пиар. Біз бәріміз бір үйдің баласындай тәтті болу керекпіз. Қош, сен мен ағайын болмай қош. Бізден халық өнеге, үлгі, тәрбие алу керек. Байыздық. Ақерке, тынышталайық. Байыздық деп отыр ғой, басқа не іздеп тұр? Мен өзім жарымды іздеп келіп отырмын. Тағы да айта кететін нәрсе, Сабира, сен үнемі жігіттерге айрам дейсің. Айрамайды, несімен айрамайды? Бірақ айра алмайды, дұрыс айтасың, Шәкен? Айрамайды. Башы. Сабира, Шәкен, қайт орныңа. Шәкен. Қойыңдаршы, қорқып жатырмын, қойыңдаршы. Қорқсан қайтсайын, не деп отырсың? Шәкен, Пиар ғой, пиар. сендерге айтатын бір нәрсем бар.
Бұлай ары бері жүре бергенше плотно бір төбелесіп алыңдар. Ал, Нәби, үнемі бағдарламан басынан бастап пікір айтып отырушы едің, бүгін үндемей қалдың. Не болды? Нәби. Негізі дүние қу бірағын су деп атам айтқанда мен біз негізі көшіп келген жылдар түк жағдайымыз болай. Туысқандарымыз келмейді неге. Қазір кімнің әулеті, Оразбайдың әулеті болып жатыр. Пікірің десе семья туралы айтып кеттіңіз. Пікірің десе ол Шәкен. семья туралы айтқан жоқ. Енді әртүрлі Қош, Енді әртүрлі отбасы болады. Бека, влажный салфетка әкеп берші. Мынау не аңғап жүр? Бұған не қатысы бар? Жылайтын әңгіме айттың ба? Неме жылап жүр? Сен неме жылап жүрсің? Ал олай болса, бағдарламамыздың ең қызық сәтіне де келіп жеттік. Бүгін біздің қатысушыларымызға үміткер келіп жетті. Үміткер! Бір миы жоқ біреу келіп десеш? Шәкен, шығып кетесің қыз. Шыға салайшы. Шәкен! Өздері шығып кет деген шоу жасататын ғой. Ол үміткеріміз осында отырған ең сұлу біздің бой жеткенімізге, қызымызға Ақерке айналайын. Саған емес отыра ғой. Саған емес отыра бер. Осында отырған үнемі көкпаршы жігіт керек, маған шабандоз жігіт керек деп айтушы едің, Сабиражан. Үміткер саған келді. Мими Нопе. Арманы орындалды. Қошемет. Өй, бір өрі жіберейін ба, изолятор қойғы соған бәле. Өй, сен қандай балдар жинамағансың, қыз сияқты балдар жинамапсың ғой. Амандассам қолдары пытыр етеді. Немене бәле өшін? Бізге келген үміткеріміздің есімі өзі секілді ерекше Серке Тартқан. Серке Тартқан? Таныстырып өтіңіз өзіңіз толық. Менің атым Серке Тартқан. Әкемнің аты Өгіз Тартқан. Енді маған бір нормаль піл тартатын ұл туып беретін қатын керек. Мен қат іздеп кеп отырым. Қат іздеп кеп отырым. Таң қалам осы бағдарлама, таң қалам. 8 ай болды осы үйдіп жүргендеріне, 8 ай болды. Бай алмайды, құдай алмайды мынау сияқты бәлелерді. Үйреніп тынбайды. 8 минутта уақытым жоқ. Үйдегілер мал сойып күтіп отыр. Қатын алып кетуім керекпін мен. Как раз келдіңіз. Байсырап отқан біреу көреді бізде қазір көресіз. Шәкен. Кезекпен сөйлейік, Маша апай. Сәбира, сен армандаған жігіт келді. Енді Серке Тартқанға қандай сұрағың бар? Менің сұрағым бар. Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Не дейік? Қай жерде жұмыс істейсіз деймін? Қақта сөйлеп атыр мынау, көрсем Серке Тартқан. Сізге қай жақта жұмыс жасайсыз деп жатыр, Сәбира. Шырағым, мен еш жерде жұмыс істемеймін. Астанадан шыға бер жерде Атбасарда 8 пазендан бар. Қабанбайда 10 пазендан бар. Қазақта дейм сөз бар, асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар дейді. Мен тек қана мал бағам. Нәлем жұмыс істем, мал жетеді, Құдайға шүкір. Тағы бір сұрағым бар да, мысалы мен еркемін да, менің еркелігімді көтересіз ба? Шырағым, тағы да айтам. Сен сияқты асаулардың аузын айырып тұрып жүген салып, жайдақ шапқан мен не деп тұрсың сен маған? Маған ше айырам деген ұнап жатыр ше. Сәл сюда айырат. Ал Серке Тартқан? Сәл сюда Сабира айырат. Арман сол еді ғой айырат. Кезектесіп сөйлейік, Шәкен. Сөйлей берсеңіз, Маша апай, сөйлей берсеңіз. Бұл бағдарлама ғой, шоу ғой, пиар. Серке Тартқан, сонау жерден келгеннен кейін Сабираға деген бір сұрағыңыз бар шығар? Не айтасыз? Ешқандай сұрағым жоқ. Просто қаламайын бағдарламасын көріп отырам да, тағы да бұл бағдарлама 3 сағат болады ғой. Пиар ғой, пиар. Осы Сабира сөйлесең, неғып телевизордың бәрі ду-ду деп қала береді. Мен талай телевизор лақтырып жібердім станциядан деп. Мен жауап беріп өтейін, я? Мен ол кезде бір әңгімелі айтып жататым. Сен дедің ба? Дейтіммін. Аузын айыратын қатын екен наның ше. Серке Тартқан? Так, есіңіз кім еді сіздің? Медведь бет? Маша ханым. Машаған, ырза болдым сізге. Тура біздің ауылдың сиырлары құсап, бір құлағыңызға сырға тағып апсыз ғой. Айналайын, Серке Тартқан, бұны біздің қалада мода дейді. Енді сіздер мал мен мал болып кеткеннен кейін білмейтін шығарсыздар. Опа!
онда біздің ауылдың сиырлары сіз сияқты модамен жүреді десей. Ал, Ақерке, мына екі малға, ойбай, екі мал дептім ғой. Екі біздің үміткерлерімізге және қатысушымызға қандай пікірің бар? Мен үміткерге сұрағым бар. Атың мен не тартқан деді, бірдеңе тартқан деді ғой. Есек тартқан. Серке тартқанға сұрағым бар. Қазақта мақал бар. Атың шықпаса жел өрте деген. Сіз Сәбираны шын жақсы көріп сүйіп келдіңіз бе, жоқ әлде атыңыз шығарайын деп пиар үшін келдіңіз бе? Изолятор. Пиар, қияр, сәбіз, ондай түсінбеймін мен, не айтып отырсың сен? Маған мал жайлайды, жылқы жайлайды, көкпар жайлайды. Қазір кеп тұрмын көкпарда не? Мама, тағы бір келесі сұрағым бар. Қазақта мақал бар. Отан оттандастық дейді. Сәбира қаланың қызы, ерке қыз. Егер үйленіп жатсаңыздар, Сәбира қалада тұрам десе, қалаға көшіп келер ме едіңіз? Сенікі артық или кем негізі? Есің дұрыс па сенің? Атбасардағы үйір жылға атар қойды, соны Астанаға көшіріп айдап келуім керек мен. Сыймайды ғой, өздерің зорға үй алып атқан кезде. Мен бұлардан жұптың иісі шығып тұрған жоқпын. Жұптың иісі шығып тұрған жоқ. Иә, жұптың иісі жоқ, малдың иісі шығып тұр екен. Жұп көріп тұрған жоқ. Ал, біздің бағдарламаға келіп түскен қоңырау бар екен. Тыңдап көрейік. Алло. Алло, иә. Алло, көке, тыңдап тұрмыз. Алло, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Бұл хабарласып тұрған оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласынан Әбсемет деген көкелерің. Маша қызым, айналайын. Бұл бағдарламаларың не тәрбие, не өнеге береді жастарға, бәрімізді ұл қыз өсіріп отырған жандарымыз, айналайын. Анау қатысып отырған тепсе темір үзетін жігіттер, өзіміздің қарагөз қарындастарымыз, қыздарымыз отыр. О заманда бұл заман қыздың жігіт іздеген, қыздың бай іздеген қайдан көрдіңдер сендер, Мөңкебейдің бір сөзі бар. Ақыр заман болғанда су тартылар, қарап тұрған жігітке қыз асылар деген. Менің ақылым тыңдасаңдар, бұл бағдарламаны жабыңдар қарақтарым. Алло. Байланысты үзе салған жақсы болды деп ойлаймын. Ал? Көре алмай атыр ғой, біз көре алмай. Сәбира? Мен шымылдықты ашам деп шештім. Керемет, меймен опен. Қошемет. Жануар, 6 ай мінсең де азбайдың қатын ғой. Алам болды, алам. Алам, мені сен ешкім алмайды, изолятор. Серке тартқанның Сәбираға деген романтикалық сыйлығы бар екен. Бека? Жаным. О, есек, как романтично. Все, романтично емес, просто магазинге бардым да Сәбираға берші. Нормальный сыйлық, 8 мартқа дедім. Осын беріп жіберді, ұқсайды деп. Рахмет. Мен сырласу бөлмесіне барам деп шештім. Тоқта. Не аласың сырласу бөлмесіне? Отырайық сол, арбаңдар жырбаң ет. Жаным, алдыма түсі. Екеуміз қой қорада, ай далада, айқайласып тұр, малмен сырласам кәз. Қаламаймын да, бұрын соңды бұндай оқиға болған емес. Бірден үйленіп кету деген. Енді біз жұлдызды қонақ шақырдық, бірақ жұлдызды қонағымыз келмеді, духы жетпеді, таяқ жеп қалам деп қорықты. Енді нәби айналайын, сенің бір хитаның бар еді, орындаймын дейтін. Маша ханым рұқсат болса ішімдегін айтып алайын деп едім мен. Айт. Әкем мен шешеме ырза болдым. Жылам, нәби. Оқты, шоқты бар ғой.